Қайырлы күн баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге қыста бәріміз сүйіп жеген компоттың өзімнің сенімді жылда жабатын рецептімен бөлісетін боламын. Дәмі деген өте керемет болып шығады. Ең алдымен мені қолдап, менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып кетіңіз. Және компоттың видео рецепті қызық болса, видеоны мұқият соңына дейін қараңыз. Бізге керек жемістерді алдын ала жуып тазартып аламыз. 3-4 реттен бізге вишня, слива, өрік және мята, сосын апельсин керек болады. Апельсинді алдын ала осылай турап қойсақ болады. Сосын банкаларды да жуып тазартып стерилдап алатын боламыз. Бұл жерде видеоға түспей қалыпты. Банкаларды, крышкаларды жақсылап стерилдап аламыз. Стерилдап алған банкаларға біртіндеп осындай жемістерді саламыз. Ең алдымен 2 уыстай толтырып вишня саламыз. Сосын үстінен 5-6 штук өрік саламыз. Сосын үстінен слива саламыз. Келесі үстіне мята мен апельсин саламыз. Бұл салу шарт емес, бірақ егер салсаңыздар компотқа ерекше дәм береді. Дәмі өте керемет шығады апельсин мен мятаны салсаңыздар. Міне барлық банкаларға біркелкі етіп жемістерді салып шықтым. Көріп тұрғандарыңыздай, осы уақыт аралығында газде, кастрюльде суымыз қайнап тұру керек. Осылай суымыз қайнап дайын тұру керек. Енді осы суды банкаларымызға біртіндеп құйып шығатын боламыз. Барлық банкаларға қайнаған суды осылай толтырып құйып, крышкасын жауамыз. Сосын осылай кемі 1 сағатқа, көбі 2 сағатқа осылай қалдырамыз. Сосын екінші рет суын қайнататын боламыз. Міне 1 сағат уақыт өтті. 1 сағаттан соң банкадағы суларды қайта кастрюльге құямыз екінші рет қайнатуға. Осы жерде қыздар мұқият қарап тыңдап алыңыздар. Қазір мен кастрюльге 3 банканың суына, яғни компотына құйдым. Енді мен әрбір банкаға 200 граммнан шекерді есептеймін. Сосын шекерді осы компотына салып жіберемін. Яғни мен банкаға шекерді салмаймын, осы компотына әрбір банкаға 200 граммнан есептеп салып жібердім. Жалпы қазір мен 600 грамм шекер салдым 3 банкаға. Сол кезде қанты толығымен еріп кетеді. Осылай 10-15 минуттай жақсылап қайнатып аламыз. Жоғары отта 15 минуттай компотты жақсылап қайнатып алдым. Қайнап болған компотты енді банкаларымызға қайта құйып, жаба берсек те болады. Компотты барлығын банкаларға құйып алдым. Құйып болғаннан соң крышкаларына осындай закрывалкамен жақсылап айландырып жауып аламыз. Осылай барлық банкалардың крышкаларын жауып шықтым. Міне көріп тұрғандарыңыздай түсі де, өзі де, дәмі де өте керемет болып шықты. Сіз де тура осы әдіспен жасап көріңіз, өте дәмді болып шығады. Егер менің осы видео рецептім ұнаған болса, лайк басып пікір қалдырыңыз. Назарларыңызға көп рахмет. Қош сау болыңыздар.